Наполеон Хилл, ойлан да байы. 11-ші тарау ұжымдық сананың құдіреті. Ынта-жігер ақша жинау жолында адамның табысқа жетуі үшін қажет. Жасалған жоспарды іске асыратын ниет болмаса, оның ешқандай да пайдасы болмайды. Бұл бөлімнен сіз бойыңыздағы ынта-жігер құдіретін қалай қолдануға болатыны жөнінде білесіз. Ынта-жігер құдіретіне ұйымдасқан және саналы түрде басқарылған білім деген анықтама беруге болады. Осы жолда қолданылып тұрған мағынасына сәйкес, ынта-жігер құдіреті жеке адамның арманын ақша баламасына ауыстыруға қажетті ұйымдасқан талпынысты білдіреді. Ал ұйымдасқан талпыныс ортақ мақсатқа жету үшін бірлесе жұмыс атқаратын екі немесе одан да көп адамның үйлестірілген ерік-жігері арқылы іске асады. Ынта-жігер құдіреті ақша жинауда басты рөл атқарады. Ол тіпті ақшаға қол жеткізгеннен кейін де оны қолдан жібермей ұстап тұру үшін қажет. Олай болса, бұл құдіретке қалай қол жеткізуге болатынын қарастырып көрелік. Құдіретті ұйымдасқан білім деп көрсек, білімнің негізгі көзі төмендегідей. Бірінші, шексіз қиял. Білімнің бұл түріне алдыңғы бөлімде сөз болған шығармашылық қиял арқылы қол жеткізуге болады. Екінші, жинақталған тәжірибе. Адамның өмір бойы жинақтаған тәжірибесі туралы кез келген жақсы жабдықталған көпшілік кітапханаларынан тауып оқуға болады. Үшінші, тәжірибелер мен зерттеулер жұмыстары. Ғылым саласы немесе өмірдің басқа саласы болсын, адамдар күнделікті жаңа деректерді тауып, жүйелеп, ұйымдастырып отырады. Себебі тәжірибелер жинақталған тәжірибе арқылы білімге қол жеткізе алмағанда ғана қажет болады. Бұл кезде де шығармашылық қиял туралы ұмытпаған жөн. Білім алу жолдары сан алуан. Білімді нақты жоспарға айналдырып, іске асыру арқылы құдіретті күшке айналдыруға болады. Жеке адам білім алып, оны нақты жоспар арқылы іске асыруда өзіне ғана сенім артатын жағдайда, білімнің аталмыш үш көзі адамға кез болуы мүмкін қиындықтарды танып білуге көмектеседі. Егер адамның жоспары түсінікті әрі ауқымды болса, бұл адам басқалардың жүрегіне үміт отын жақпас бұрын оларды өзімен ынтымақтаса жұмыс істеп үгіттей алуы керек.